Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге кредитная историяны алудың ең оңай және ең жаңа әдісін көрсеткім келеді. Бұл үшін сіздерге ешқандай ЦОН немесе ЭЦП қажет емес. Ол үшін сіздер ең бірінші приложение бар 1sb.kz деген. Сол приложение өздеріңізге скачать етіп аласыздар. Мен уже скачать етіп дайын тұр. Қазір соны ашамын. Мына жерде регистрациядан өтесіздер. Регистрацияда өткен кезде өздеріңіздің телефон номеріңіз және пароль жазатын боласыздар. Пароль жазған кезде міндетті түрде цифр, содан кейін әріп латинский, үлкен әріп және де белгілі бір таңба қою керек. Собачка, леп белгісі деген сияқты. Енді сіздерде осылай ашылады. Енді мына жерде персональный кредитный отчет деп тұр, соны басасыздар. Сәл астына түсірсеңіздер, персональный кредитный отчет 400 теңге тұрады және де жылына бір рет сізге бесплатно беріледі. Енді мына жерде көкпен тұрған получить полный ПКО деп тұр, соны басасыздар. Енді сіздерде у вас нет активной ЭЦП, яғни выпустить новый ЭЦП деп тұр, соны басасыздар көкпен тұрғанда. Мына жерде енді сіздерге идентификацияны өту керек. Начать. Түрлерін суретке түседі екенсіздер мұнда. Использовать деген басасыздар. Енді код өздеріңіз қалаған кез келген кодты қоюға болады. Подтвердить. ЭЦП шықты. Енді тағы да получить полный ПКО деген басасыздар. Мінеке осылай шығады. Мына жерге галочка қоясыздар. Подписать ЭЦП деп тұр, соны басасыздар. Тағы да сіздерге идентификация немесе суретке түсуді сұрап тұр. Начать деген басасыздар. Снять. Использовать. Сәл күтеміз. Мінеке результат шықты. Мына жерде қарасаңыздар, отчет будет доступен в разделе «Мои отчеты» деп тұр. Яғни «Мои отчеты» дегенді басасыздар. Мінеке шықты. Ең бірінші тұрған көкпен тұрғанды басамыз. Мінеке осындай сізде толық кредитная история шығады. Бұл жерде қанша кредит төлеп жатсыз, бұрынғы кредиттеріңіз қанша просрочка болды, соның барлығы осы жерде шығып тұрады. Маған бұл тегін келді, өйткені мен бірінші рет тапсырдым, ал сіздер бірнеше тапсыратын болсаңыздар, келесі жолы әрқайсысына 400 теңгеден төлейтін боласыздар. Мінеке дәл осылай өте оңай тәсілмен кредитная историяны алуға болады. Ал енді видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Осындай видеолардың көп болған қаласаңыздар, менің Instagram және YouTube каналыма тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.